Ғарыштағы бөлшектер жердегі бізге жақсы таныс ережелерге бағына бермейді. Жерден тыс кеңістік бүтіндей дерлік, жұмбақ күйдегі материяға толы. Ол ең аз зерттелген зат. Ол жерде сирек кездеседі. Десе де ол поляр шұғыласын туғызады және ғарышты зерттеуге де әсер етеді. Бұл плазма. Плазма заттың қатты, сұйық және газдан кейінгі төртінші күйі. Ол иондалған бөлшектерден тұрады. Яғни бөлшектерге көп энергия берілетіні сонша, электрондар өз атомдарынан ажырап, субатомдық сорпа түзеді. Газдан айырмашылығы, плазма электр тоғын жақсы өткізеді. Сондықтан ол кеңістікті толтырып тұрған электромагниттік өріс салған, көрінбейтін жолдармен қозғала алады. Плазма жерде сирек кездескенімен, ол көрінетін әлемнің, соның ішінде күн мен басқа жұлдыздардың 99,9%-ін құрайды. Ол сондай-ақ бүкіл ғаламдағы планетаралық және жұлдызаралық кеңістікке тараған. Бұл кеңістік бос емес. Ол әлсіз плазма сорпасына толы. Осы ұшы қиырсыз ғарыш кеңістігін жер мен күн туындататын өріс тәрізді, электромагниттік өрістерді кернеп тұр. Плазма мен электромагниттік өріс әрекет ететін бұл жерлерде плазма, магниттік қайта қосылу атты ерекше жарылыстық құбылысқа ұшырауы мүмкін. Магниттік қайта қосылу, магнит өрісі сызықтары үнемі ығыса беретін тұста жүреді. Бір-бірімен шырмалған сызықтар жарылыспен үзіліп, қайта жалғанады. Берілген энергия жақын маңдағы плазма бөлшектерін кеңістікке ұшырып жібереді. Магниттік қайта қосылу күн бетіндегі жарқылдар мен супержаңа жанындағы соққы толқындарын тудырады және қара құрдым айналасындағы плазманы шыргөбелек үйіреді. Үй жаққа қайтсақ, күн мен жердің магнит өрістері арасындағы магниттік қайта қосылу планетамызға энергия берілетін маңызды жолдың бірі. Мысалы, жердің қараңғы жағында пайда болған магниттік қайта қосылу бөлшектерді полюстерге қарай итеріп, шұғыла жайнатуы мүмкін. Жер маңы кеңістік магниттік қайта қосылуды зерттеуге ең ыңғайлы орын. Және NASA бұл үшін ММС магнитосфералық көпмасштабты миссиясын ұшырды. ММС 1D4 ғарыш аппараты көмегімен магнит өрістері мен бөлшектерді 3D форматта бұрынғы миссиялардан 100 есе тез өлшейді. Бұл магниттік қайта қосылудың ұсақ жайттері мен плазманың өз табиғатына жаңаша қарауға мүмкіндік берді. Біздің күн жүйесіндегі плазманы NASA-ның Parker Solar Probe, THEMIS Artemis және Voyager сияқты басқа миссиялары да зерттеуде. NASA күн бетінен планетаралық кеңістікке дейінгі ғарышта ашып жатқан плазма құпиялары бізге жерден алысқа аттануға көмектеседі.